Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге өте оңай тез уақытта дайындалатын пирог пісіреміз. Бұл пирогты миксер мен таразының көмегінсіз жасайтын боламыз. Біздің пирогымыз үлпілдек болып піседі. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Сіздерге бүгінгі рецепт ұнайды деген ойдамын. Және де каналға жазылып, қасындағы қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен пирогты жасауға кірісейік. Бұл пирогқа қолданылатын бүкіл ингредиенттер бөлме температурасында болуы керек. Ең алдымен таза құрғақ ыдысқа бір жұмыртқаны шағып аламыз. Үстіне бір стакан қант салып араластырамыз. Жұмыртқа мен қантты 1-2 минут араластырғанда осындай масса шығуы керек. Бір стакан бөлме температурасында тұрған сүтті және 3 ас қасық өсімдік майын құйып, тағы да араластырамыз. Сүт пен майды құйған соң, біздің қантымыз толықтай еріп кетуі керек. Сонда жасап жатқан пирогыңыз жақсы көтерілетін болады. 2 стакан ұнды және 10 грамм қопсытқышты електен өткізіп саламыз. 10 грамм қопсытқышты жарты шай қасық ас содасымен алмастыруға болады. Ұнды салып жатқан кезде духовканы 160-170 градусқа алдын ала қыздырып қойыңыз. Біздің қамырымыз осындай қоюлықта болуы керек. Мен бүгінгі пирогты құрғатылған өрікпен жасаймын. Бірақ сіз өз қалауыңыз бойынша құрғатылған өрікті қоспасаңыз да болады. Және де алдын ала осындай қалыпты дайындап, ішін сары маймен майлап қойдым. Қалыпқа пирогтың қамырын құйып, духовкаға 30-40 минутқа салып пісіреміз. Біздің пирогымыз да пісіп шықты. Пирогтың піскенін осылай шпажканың көмегімен тексеруге болады. Бүгінгі жасап жатқан пирогтың бетіне құлпынайлы тосап жақтым. Және де кокос стружкасымен бетін әрлеп шықтым. Біздің бүгінгі сүттен жасалған қарапайым пирогымыз да дайын. Сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше.